Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін біз сіздермен осындай узбекский суп ограгужа жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, жазылып алыңыз, осындай ерекше, дәмді әрі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен қажет фрикадельки, пияз, картошка, сәбіз және лапша керек болады. Пиязымызды, картопымызды турап аламыз, сәбізімізді теркадан өткіземіз. Қызып тұрған майға пияз, картопымызды салып қуырамыз. Теркадан өткізілген сәбізімізді салып, томат, тұз салып араластырамыз. Жақсылап қуырып, үстіне су құямыз. Суымыз қайнағанша бетін жауып күтеміз. Суымыз қайнағаннан кейін үстіне фрикаделькилерімізді және лапшаларымызды салып араластырамыз. Және астын баяу отта 30 минутқа қайнатып аламыз. Супымыз қайнағаннан кейін үстіне укроп, петрушка салып араластырып аламыз. Біздің тамағымыз дайын, өте дәмді және ерекше шығады. Үстіне қалауыңызша көк пияз салып әсемдеп берсеңіздер болады. Егер сізге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Алмагүл.